армысыздар. Мен бүгін Жамбыл облысы орталығынан ең шалғайда орналасқан Мойынқұм ауданының ең алыс ауылдарының бірі Мыңаралдамын. Менің мұндағы келгендегі басты мақсатым мынау жыл сайын еліміздегі әр ауыл аймақтарды аралап тұрғындарға тегін медициналық көмек көрсететін медициналық пойыздар жобасы жайлы сіздерге түсіндіретін боламын. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Расымен аталған жоба аясында мынау алыс ауылдардағы сапалы медицинаға қолы жетпей жататын тұрғындар үшін, халық үшін таптырмас мүмкіндік болып отыр. Ендеше дәл осы пойызға бас сұғып, мұндағы мамандармен бірінен соң бірі ағылып кезек күтіп жатқан тұрғындармен тілесіп көрейік. Мен осы ең көп тұрғындар қаралатын кабинеттің бірі стоматологтың кабинетіндемін. Мұндағы техникаларға да ерекше тоқталған жөн. Өйткені қай кабинет алып қарасаңыз, мына неміс, жапон, тіпті корей елдерін алдыртқан мына секілді техникалар адам ағзасына зерттеу жұмыстарын жүргізгенге үлкен пайдасын тигізіп отыр екен. Ендеше дәл осы кабинеттегі стоматологты сөзге тартып көрейін. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Енді дәл өзіңіз Мыңарал ауылында дәл қазіргі сәтке дейін неше пациент қабылдап үлгердіңіз? Менің есімім Алтынбек Рабиға. Астана қаласынан келіп, қазіргі таңда темір жолда жүрсек те халыққа барынша жайлылық сыйлау үшін шет елдерден осындай қызмет көрсететін креслоларды қолданатын материалдарды алдырып, барынша халыққа тегін қызмет көрсету барысындамыз. Күніне кем дегенде маған обедке дейін, обедтен кейін 15-20 адам келеді. Тағы да бір айта кететін жайт, мұнда келіп тексерістен өту үшін әр мекемеден құжат жинап әуре болмайсыз, тек қана қолыңызда жай ғана осындай жеке куәлігіңіз болса жеткілікті. Медицина мамандары сіздерді азанға 9-дан кешкі 6-ға дейін қабылдауға дайын. Мамандармен сөйлестік, енді осында келіп қаралып жатқан Мыңарал ауылының тұрғыны, осындағы пациент Кенже әпкемізбен сөйлесіп көрейік. Кенже әпке, енді өзіңіз қандай тексерістен өтіп жүрсіз? Дәл қазір қайда кезек күтіп тұрсыз? Дәл қазір УЗИ-де тұрмыз. Қалай екен, жалпы жағдай қалай жасалып жатыр сіздерге? Қандай ерекшелік бар екен? Жақсы. Адамдарды қарап, тегін анализ тапсырып, тегін жүргізіп жатыр. Бұл өте жақсы мүмкіндік. Өйткені бізге ауданға баруға өте қиын, жол алыс. Көптеген нелерді осы жерге келіп әкеліп жатыр. Рахмет. Ол кісілерді істеп жатқан халықтың жағдайын ойлап, осындай жағдай жасап жатқаны. Енді медициналық көмектер жайлы айттық. Одан өзге дәл қазір мен кіріп келе жатқан жер бұл осы пойыздың асханасы. Мұнда мамандарға күніне 3 мезгіл тамақ беріледі екен. Ал енді одан өзге сұрақтарды қою үшін қазір мен Балдымбетов Дүйсен Сейілбекұлы ағамызды сөзге тартып көрейін. Енді Дүйсен аға, өздеріңіз бұған дейін неше облыста болдыңыздар? Ал мынау Құдай қаласа біз көктемде мамыр айында шығып, осы 7-ші облыс, соңғы облысымыз Маңғыстау облысынан бастадық. Елді мекендердің бәрін қамтып келе жатамыз. Жалпы қазір Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Орал, Қызылорда, Шымкент, Жамбыл облысы біздің соңғы, Құдай қаласа осы жылдың жобасындағы соңғы облысымыз. Соңғы станцияларға таяп қалдық. 6 қарашада жобамыз аяқталады. Осылай жыл сайын ел-елді аралайтын дәстүрлі жобамен осындағы ақ халаттыларға, ауылдағы ағайын алғысын жаудырып жатыр. Ендеше дәл осы медициналық пойыздар жобасы келесі сіздің де ауылға барады. Осындай керемет мүмкіндіктен қалыс қалмаңыз. Адамның басты байлығы денсаулық дейді. Сондықтан өз денсаулығымызды өзіміз күтіп жүрейік. Жобаның бас демеушісі Самұрық Қазына Траст әлеуметтік жобаларды дамыту қоры.